Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен жаңа сөздер өтеміз, және де adjectives, яғни сын есімдер. Жалпы сын есімдер бізге не үшін қажет, және де сын есімге қатысты сіздер салыстырмалы шырай, яғни мынау мынадан үлкенірек, мынау мынадан кішірек деген сабақ өтеміз бүгін. Сонымен кеттік. Алдымен біз сын есімдерді жазып алайық. Кейбіреулерін сіздер білесіздер, кейбіреулерін бәлкім енді білесіздер. Онда кеттік. Happy – көңілді. Sad – көңіл-күйі жоқ. Печально деп айтады, я? Kind – добрый. Angry – злой. Cold – суық. Warm – жылы. Fast – тез. Slow – баяу. Quiet – тыныш. Noisy – шумный, яғни көп шум шығаратын. Wet – сулы, дымқыл. Dry – сухой. Big – үлкен. Small – кішкентай. Good – жақсы. Bad – жаман. New – жаңа. Old – ескі. Interesting – қызықты. Boring – қызық емес, скучный. Expensive – қымбат. Cheap – арзан. White – ақ. Black – қара. Easy – жеңіл. Difficult – қиын. Young – жас. Old – кәрі адам мысалы, я? Достар, осы сөздердің барлығын жазып алыңыздар деп үміттенемін. Паузаға қойып жазып отырсаңыздар болады. Жалпы сөздерді жақсы жаттау үшін сіздерге бірінші кезекте бұл сөздердің барлығына сөйлемдер құрау керек. Сөйлемдер құрауға тырысыңыздар, сөйтіп бұл сөздерді жаттап алыңыздар. Онда ары қарай жүреміз. Comparative Adjectives. Comparative Adjectives дегеніміз не? Бұл салыстырмалы шырай. Бізде жалпы Comparative және Superlative Adjectives деген бар. Яғни бұлар бізде білдіреді салыстырмалы және күшейтпелі шырай. Егер біз айтатын болсақ, This house is big деп. Бұл үй үлкен. Бірақ қасында одан да үлкенірек үй тұрса, біз айтамыз, анау үй мына үйге қарағанда үлкенірек екен. Яғни сол кезде Comparative Adjectives керек. Достар, қазір экранға сіздерге сурет шығарамын. Осы суретке қарасаңыздар, бізде былай жазылған. One syllable adjective, яғни бір буыннан тұратын сын есім болатын болса, мысалы long, big деген сияқты, біз оған er жалғаймыз. Er болып жазылады. Сонда long ұзын, longer ұзынырақ, tall ұзын жоғары қарай, taller ұзынырақ, я, бойы. Straight, straighter, large, larger, big, bigger, hot, hotter. Honest, more honest. Honest дегеніміз честный, more honest, бұдан да честный, яғни оған қарағанда честный. Happy, happier. Crazy, crazier. Егер сіздерде екі немесе одан да көп буын болатын болса, сіздер more жалғайсыздар. Мысалы, expensive қымбат, more expensive одан да қымбат. Немесе қымбатырақ. Popular популярный, more popular более популярный. Яғни әрдайым есте сақтап алсаңыздар болады, comparative-та біз салыстырамыз. Мысалы, осы бөлме суық. This room is cold. Бірақ анау бөлме оған қарағанда суығырақ. Сонда that room is colder than this room. This дегеніміз осы, that дегеніміз анау. Достар, сіздерге тапсырма. Сіз 10-15 сөйлем жасайсыз. Сіздердің сөйлемдеріңіз қандай болу керек? Олар салыстырмалы болу керек. Мысалы, менің көлігім сенің көлігінен тезірек, жылдамырақ. Болмаса, болмаса, мысалы, Алматы Астанаға қарағанда әдемірек. Немесе, бұл бөлме сенің бөлмеңнен үлкенірек. Яғни, сіздер осылай салыстырмалы түрде сөйлемдер жасап, маған жібересіздер үй тапсырмасын. Достар, үй тапсырмасын жіберуді ұмытпаңыздар. Көбісі сабақты көріп, о, қызық екен деп жатады, бірақ үй жұмысын жіберуді ұмытып жатады. Достар, уақыт бөліңіздер. Ағылшын тілі мен үшін емес, сіздер үшін қажет. Бүгінге онда сабақты осымен бітіреміз. See you next lesson. Goodbye.